Сәлем. Бүгінгі бейнеде мен өзін жақсы көру және өзін қабылдау деген тақырыпқа біраз әңгіме айтқым келеді. Негізі жалпы өзін жақсы көру, өзін сүю деген ол не? Ол өзіңе гүл алып беру, өзіңді спаға алып бару деген нәрсе емес. Бірақтан олар да күшті нәрсе. Бірақ өзін жақсы көру деген іштен басталады. Ол сыртқы іс-әрекеттер емес, ол өзіңмен іштей жұмыс істеу. Сонда бәрі айтады, өзін сүю керек, өзіңді қабылдау керек, бірақ оны қалай істейміз? Неге бізге ол қиындыққа түседі? Негізі адам өзін жақсы көрмеген кезде, өзін қабылдамаған кезде, өзін сенімсіз сезген кезде, ол өзінің көздерімен емес, ол басқа адамдардың, ата-анасының, басқа таныстардың көздерімен өзін сынайды, өзі сөйтіп қарайды. Сондай бір сүзгі болады да, фильтр дейміз, осы. Сондай фильтрмен өзіне қарайды. Сонда ата-ана кішкентай кезінде мысалы саған не деген? Сен жалқаусың, аузыңды жап, жылама, сенің қолыңнан түк келмейді, сен ақымақсың деген сөздерді айтуы мүмкін. Ол негізі тек қана ата-ана емес, ол жақын авторитеті бар адам болуы мүмкін. Мысалы, әпкелер, ағаң, немесе мұғалімдер, тәрбиеші, мысалы, балабақшада сондай адамдардың айтқан нәрсесі біздің психикамызға жазылып кетеді. Сосын біз өзімізге қарағанда, өзімізді бағалаған кезде, біз сол айтылған сөздер арқылы қарай бастаймыз. Біз ойлаймыз, менің бір жерім кем, менің қолымнан келмейді, мені жақсы көретін ешқандай жақсы нәрсе жоқ, мысалы, ішімде, немесе менің мінезім жаман, өйткені бізге сондай нәрселерді бұрында біреу айтқан, немесе мысалы ол мектепте де болуы мүмкін. Енді мектептегі бірге оқыған адамдар, сыныптастар, тиісуі мүмкін, мазақтауы мүмкін. Оның бәрі біздің түп сана, немесе бейсана, екеуі бір нәрсе, оны айтылған нәрсені ұмытпайды. Және де біз сол кезде кішкентай болғаннан кейін біз ол адамдарға мүмкін жауап қайтарамадық, бір нәрселерді түсінбедік. Мысалы, қазір кейінірек айтайын оны. Біз сол оқиғаны көтере алмадық, және бізге сол жан жарақаты болып қалып кетеді. Біз жан жарақат алған кезде бізде мысалы психикамыз онында бүтін болады да, ал жан жарақат алғанымыз кезде, бір травматикалық ситуация болған кезде біздің психикамыз бөлшектеніп кетеді. Неғұрлым сенде травмаң көп болса, соғұрлым сенің психикаң бөлшектеніп кетеді. Сол үшін сен өзіңді толыққанды адам қылып сезінбейсің. Біреу ананы айтты, біреу мынаны айтты, біреу тіпті сені игнор жасады, суық қарады, оның бәрі бізге әсер етеді. Бірақ әр адам әртүрлі, кейбіреулеріне онша әсер етпеуі де мүмкін, ондай да бар. Ол адамның өз жүйкесіне байланысты, жүйкесі мықты болуы мүмкін, біреулердікі онша мықты емес, және ол кезде сені қолдаған, сені жұбатқан, қасыңда бір ересек адам болды ма, болмады ма, ол да әсер етеді. Мысалы, бір оқиға десек болады, мысалы, егер кішкентай баланы бір ит неғылды, мысалы, шабуыл жасады, егер ол кезде адам, сол кішкентай баланың қасында ересек адам болса, мысалы, жұбатып, былай иттен сақтап қалып, сөйтіп жұбататын, қолдау көрсететін адам, ересек адам қасында болса, ол онда қатты травма алмайды, жан жарақат алмайды. Ал егер кішкентай бала өзі сол ситуациямен кездессе, онда қатты жан жарақат алуы мүмкін. Және де өзін жақсы туралы тақырыпқа қайтып келетін болсақ, адам өзін тек қана өзіне өзінің көзімен қараса, сол кезде ғана
өзін қабылдай алады. Ол өте негізі қиын нәрсе. Ол үшін адамдардың айтқан нәрсесі, сол жаңағы жаман тиген, жүрекке тиген, психикаға әсер еткен нәрселерден адам өзінің психикасын тазалай бастау керек. Және соны біз психиканы, мысалы жаңағы бөлшектен кеткен психиканы әр жаңағы жаман оқиғадан, жаңағы травма алған травмадан адам емделсе, сол кезде оның психикасы қайтадан бүтін болады. Сол кезде адам басқа адамдардың оның жаман негативті нәрсе айтқан нәрселерден айырылса, оны жойса, сол кезде адам өзін түгелдей қабылдай алады. Осының бәрін түсіну үшін біз Эрик Берннің теориясына сүйенуіміз керек. Эрик Берн деген психолог, ол транзактный анализ деген психологияның бір түрін ашқан. Эрик Берннің теориясы бойынша әр адамның ішінде ішкі бала, ішкі ересек адам және ішкі ата-ана деген үш сондай фигура болады. Ол ішкі ата-ана көбісінде адамдарда ол критик, ол сынаушы. Ол көбінесе бізге мысалы кішкентай кезімізде жаман нәрсе айтылған нәрселер, сол критик бізге айтып сөйлеп тұрады. Мысалы сен мысалы саған кішкентай кезінде бірдеңені түсіріп алдың, сөйтіп ата-анаң не дейді, сындыр, қират бәрін, деп сондай айтады ғой мысалы. Және де сен қолыңнан ересек кезінде сөйтіп бірдеңені түсіріп аласың да, саған сондай критиктің дауысы келеді. Сындыр, қират соны деген, соның ата-анамыздың айтқаны бәрі жазылады. Ол сол ішкі ата-ана болады. Көбінесе ол сынаушы болады. Егер сен психологиялық денсаулығың мықты болса, денің сау болса психологиялық түрде, онда сенің ата-анаң, ішкі ата-анаң көбінесе қамқоршы болады. Ол жұбатады, сені қолдайды, бірақтан ондай адамдар өте аз. Кімнің ішкі ата-анасы өте қамқоршы деген. Көбінесе ол сынайтын адамдар болады, сынайтын ішкі дауыс. Және де ішкі бала позиция деген, ол біздің ішкі баламыз бұрында, ол әлі де біз, мысалы, ересек адам болсақ та, ол ішкі баламыз әлі бар біздің ішімізде десек болады, психикамызда. Және ішкі ересек, ол ештеңеден қорықпайтын, рационалды, логикалық, нейтралды сондай фигура, образ. Ал осыны түсінгенде біз не істейміз енді? Егер мысалы сен байқап қалдың, сенің бір ішкі критиктің дауысы шығады, сынақшы. Мысалы сен жалқаусың. Саған мысалы сен өзіңді демалып жатқанда кінәлі сезінесің, мен ананы істеуім керекпін, мынауын істеу керекпін деп тынбайды да жұмысың. Сен үнемі былай үрей сезінесің, демаламайсың өзіңе, демалуға рұқсат бермейсің, сол кезде сенің ішкі сынақшың айтады, саған әлі демалуға рұқсат етілмеген, сен ананы істеуің керексің, ты не заслужил отдых, да? Сол кезде мысалы сол өзің ішіндегі ойыңды естисің, негативті ой, өзің туралы жаман нәрсе естисің, оны таңба дейміз, ярлык орысша айтқанда. Сол ішкі дауыс, ол саған кім айтқан бұрында, соны есіңе салу керек. Көбінесе ол ата-ана болады. Және сол ата-анаңның образын елестетуің керексің. Мен қазір нені айтып отырмын, мини-практика, қалай оны өзіңнің негативті өзіңнің установкаларымен жұмыс істеу. Ол ата-ананың образын кәдімгі орындыққа отырғызсаң болады. Елестетесің, немесе виртуалды орындыққа отырғызасың. Және жаңағы таңба саған, ерлік саған іліп қойған ғой, сен жалқаусың мысалы, Ол жаңағы таңбаны да елестетіп көр. Ол қалай, мен жалқаумын, сен жалқаусың деген таңба, оның образы қандай? Мысалы, не болуы мүмкін анандай, мойындағы табличка болуы мүмкін, немесе тастың образы болуы мүмкін. Әр адамда өзінің образы болады.
образдармен неге психологтар жұмыс істейді? Ол образ деген ол бейсана, жаңағы түп сана, подсознание, бессознательное. Сол бейсана біздің образ арқылы жұмыс істейді, бізбен образ арқылы сөйлеседі. Мысалы келтірейін, егер мысалы айтады ғой, гора с плеч упала, анандай орыстарда сондай сөз бар ғой, анандай бірдеңе ауыр болып тұрады да, и сосын жеңілдейсің да, анандай бір таудың образы сенің мойныңда болады. Мысалы гора с плеч, ол да сол бейсананың бізбен сөйлеген тәсілі. Нож в сердце, егер сені біреу алдап кетсе, сатып кетсе, анандай жүрегің ауырады, сондай да, сөйтіп бейсана бізбен сөйлеседі. Сонда сен жаңағы таңбаның образын елестетесің. Сосын ол ата-анаңа, жаңағы адамға, немесе сынақшы адамға, сынайтын адамға, сен ол таңбаны оған метафорикалық түрде елестетесің, оны қайтарасың. Бұл менікі емес деп. Бұл сенікі, сен маған бердің, мен бұмен келіспеймін деп оған қайтарып бересің. Сосын өзіңді денеңде сезімді көр, қандай, сәл жеңілдендің ба, жеңілденбедің ба. Негізі көбінесе сәл өзіңді жеңілдеу сезіну керексің. Солай өзіңнің ойыңды байқап, өзің туралы, мысалы болады ғой, мен өзім мінезім жақсы көрмеймін, онда ол сені бұрында біреу сенің мінезің жаман деп айтқан, немесе сондай бір травмалық ситуация болған. Сондай ойларды өзің ішінде байқап, өзің туралы негативті және жаңағы мини практика жасасаң болады. Кім саған ол жаман нәрсені айтты, соған образы, сол сөздерін қайтарып бересің. Сол кезде сенде ол жаңағы негативті установкалармен сен ажырай бастайсың. Сенің бейсанаңнан ол былай кете бастайды. Өйткені бізде жаңағы психикамыз жаңағы бөлшектеніп кетеді дедім ғой. Сол бөлшегі жаңағы бөлшек, мысалы, жалқаумын деп ойлайды. Ол кейін мен жалқаумын деген установканы сен жаңағы ол айтқан адамға қайтарып бересің. Сол кезде сенің психикаң қайттан орнына келеді. Сондай жұмыс жасаса болады. Сіздерге көмектессе өте қуанышты болар едім. Бұл келешектегі мен жаңағына осы бейнені ютубқа салдым. Және де ішімде біртүрлі сезім болды. Анандай пустота дейді ғой орысша, қазақшасын көру керек екен сөздіктен. Менің бұрын сөздерімді құнсыздандыра берген. Және де мен өзім ютубым жаңадан ашқанмын ғой. Ол жерде қаралымдар бар, бірақтан лайк ешкім қоймайды, комментарий қалдырмайды, және ешкім маған жазылмайды. Сол менің бұрынғы жан жарақатымды түртті да, және сол сезім қайттан оянды. Менің сөзім құнсызданылады деген. Сосын осы бейнені салып, адамдар қайттан оны құнсыздандырып жібереді деген ой келді да. Ішкі өзімнің балам бар ғой. Сол менің сөздерім құнсыздалды деген балам ондай мұңайып отыр да, сөйтіп барып сол жаңағы құнсыздандырудың образы қандай дедім да. Осы кезде анау ас үйдегі бір кухнядағы анандай ескі тряпка болады ғой, анандай сасық ше, соның образы келді да, және қатты сондай мүңкіп тұрған иісі келді кәдімгідей мұрныма. Өйткені бұл образды эмоционалдық трансформация, ол тек қана былай бір визуалдық образ емес, кейде былай иіс те болуы мүмкін, немесе сен нені де сезуі мүмкінсің, образдың температурасын, текстурасын, сондай материалын. Сөйтіп сондай сасық тряпканың образы келді. Сөйтіп мен ол сасық тряпканы мені құнсыздандырған адамдарға лақтырып жібердім. Міне бұл сендердікі деп, бұл мен кім естедім. Сөйтіп дереу өзімді жеңіл сезіндім. Жаңағы ішімдегі пустота кетіп қалды. Соны
жаңа ғана осы өзім сол практиканы істеп жаңағы образды қайтарғанымды дәл осы сәтте осы видеода жаза салайын деп едім да. Енді бұны жаңағы бейненің соңына қосамын. Мен өзім негізі өйтіп қосап қойғам. Анандай ертең осы түскі уақытта шығады деп, бірақ мен қазір оны ерінбей осыны қосамын. Сол кезде сіздерге көбірек түсінікті болатын шығар деп өзімнің мысалымда айтқым келді. Сау болыңыздар.